Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын таба нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Таба нанның қамырын елеу үшін бізге 1 стақан сүт, менде ұйыған сүт, ұйыған сүтте айран, қатық болсын, ұйып тұрса да пайдалансаңыздар болады. Үстіне жылы су құйдым, 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы салдым, үстіне сұйық май құйдым, және керегенше ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Таба нанның қамырына майонез болсын, сметан болсын, қатық болсын, айран болсын, жалпы ағарғанның кез келген түрін қоссаңыздар болады. Тіпті жаңағыдай мен секілді ұйып тұрғаны болса да ештеңе етпейді. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өтіп, қамырымыз көтерілген соң, қолымызды сулап отырып, осылай қамырда қайтарып илеп аламыз. Қайтарып илеп алу міндетті, өйткені қамырда ешқандай түйіршік қалмайды, жұмсақ әрі тегіс болып, әдемі болып пісетін болады. Енді қайтадан бетін жауып, тағы да көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін майланған табаның ішіне осылай қамырды салып, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамыр көтерілуі тиіс. Көтерілгеннен кейін пешке жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мен пісіп болғаннан кейін осылай үстін тағы да жылы жерге орап жауып қоямын. Мінекей, таба нан суы да дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.